Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді тоқаштар, яғни булочкалар дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Тоқашымыздың ішінде сыры және шұжығы салынған. Салмасыменен өте дәмді тоқаштар. Пиццаға ұқсап кетеді. Ол үшін 330 грамм жылы сүтке 1 шай қасық дрожжи, 1 шай ас қасық қант қосып араластырамыз. Енді 100 грамм ерітілген сары май, 1 жұмыртқа және жарты шай қасық тұз қосып араластырамыз. 550-600 грамм ұнымызды ақырындап қосып жұмсақ қамыр елейміз. 1 сағатқа қамырымызды жылы жерге қоямыз. Қамырдың көтерілуін күтеміз. Қамыр көтерілген соң, қамырымызды жұқалау етіп жаямыз. Қалыңдығы 5 мм болу керек. Видеода көрсетілгендей. Енді ішіне 200 грамм теркадан өткізілген шұжығымызды сеуіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей бір тегіс етіп. Томат соусы немесе кетчупты жағып шығамыз. Енді моцарелла сырын теркадан өткізіп, оны да қамырымызға сеуіп шығамыз. Бір тегіс етіп. Енді видеода көрсетілгендей қамырымызды ораймыз рулет етіп. Рулетті 1,5 см қалыңдықта кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Енді тоқаштарымызды противеньге тереміз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. 180 градуста 25-30 минут сап-сары болғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді, ерекше тоқаштарымыз дайын. Жұп-жұмсақ, дәмі керемет. Балалардың көңілінен шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Таңғы асқа керемет тағам. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.